Сәлем достар, сендер мен Мералин. Бүгінгі видеода мен Bleach деген анимені қысқаша баяндайтын боламын. Көп созбай бастайық. Сонымен бізге анименің басында 15 жастағы Ичиго Курасаки деген баламен таныстырады. Ичиго Каракура деген қалада тұрады. Және ол өзінің карате шәкесімен екі қарындасымен тұрады. Олар да Ичиго секілді кейде рухтарды көре алады. Солай бір күні Ичиго адамдарға шинигами деп айтылатын рухты Рукия Кучикиді кездестіреді. Рукия оны зұлым рухтан құтқарады. Ал кешке Рукия болса Ичигоға оның үйіндегі рухқа барады. Ал кейіпкеріміз оны көре алатындықтан, ұстай алатындықтан екеуі бір-бірімен сөйлесіп кетеді. Рукия оған мейірімді рухтар мен зұлым рухтар жайлы айтып береді. Шинигамилер олар кәдімгі рухтарды қорғап, рухтар қоғамына жібереді. Бір сәтте Рукия зұлым рух жүргенін кеш сезеді де, Ичигоның қарындасы Каренді бір зұлым рух ұстап тұрғанын көреді. Ол онымен шайқасады. Сосын ауыр жарақат алады. Кейінірек зұлым рух бәрін жеп қоймас үшін Рукия өзінің шинигамилік күшін Ичигоға береді. Солай Ичиго уақытша шинигами болады да Рукия күшінен айырылады. Ол қалпына келгенше Ичиго оның жұмысын атқарып, қаланы зұлым рухтардан қорғамақшы болады. Ыңғайлы болу үшін Рукия Ичигоның сыныбына кіріп, оның шкафына орналасады. Ичиго жаңа күшімен Арихимия деген сыныптасын зұлым рухқа айналған Сора деген ағасынан құтқарады да, оның рухын тазартып, рухтар қоғамына жібереді. Және де Ичиго өзінің амбал досы Чатқа көмектеседі. Оның тотығысында бір баланың рухы бар. Және ол рухты зұлым рухтар жеп қоймақ болады. Бірақ олар баланың рухын тазартып, рухтар қоғамына жіберіп, зұлым рухтарды жояды. Және де Ичиго Рукия жоқ кезде өз денесінен кетіп, зұлым рухтармен шайқаса алмағандықтан, олар бір шинигамилерге арналған дүкеннің иесі Урахараға барады. Рукия бір нәрсені алады. Қысқасы бұл нәрседе Ичиго шинигами болғанда, оның өз денесінде болатын рух болады. Алайда Ичиго оны қабылдағаннан кейін, бұл рухтың кезінде зұлым рухтарға қарсы қойылып, қолдан жасалған тәжірибедегі шинигами болғаны анықталады. Ичиго өз денесін емденуге шайқасады. Сосын Ичиго онымен душевный әңгімеден кейін Урахара келгенде оны бермей алып қалады да көшеде тауып алған қонжыққа оның рухын кіргізеді. Оның есімі енді Конт. Осылардың бәрінен соң Курасакилер зиратқа барады. 7 жыл бұрын Ичиго анасы Масаки Курасакимен келе жатқанда белгісіз себептермен оны біреу өлтіреді. Дәл сол уақытта рухтар қоғамнан Рукияның адамдар әлемінде ұзақ жүргендігінен оның артынан Сайдо деген шинигамиді жібереді. Әлгі бір Рукияның Ичигоға күшін берген сәтте Рукия шинигамидің ең басты заңын бұзғаны анықталады. Ал Ичиго болса әрине оны қорғамақ болады. Сол сәтте Ичигоның қарындастарына 7 жыл бұрын Ичигоның анасына шабуылдаған зұлым рух ұлы қармақшы оларға шабуылдайды. Кейіпкеріміз соған аусады да оны сұлатады. Алайда жоя алмайды. Сосын ол қашып кетеді. Ал әлгі Рукияға келген шинигами қайтадан рухтар қоғамына қайтады. Әрі қарай Ичиго Дон Каноджи деген адаммен танысады. Ол Жапониядағы балалардың кумирі. Каноджи рухтарды көре алады да, солай шоу жасайды. Бірде шынжырда тұрған рух енді зұлым рухқа айнала бастайды. Каноджи білмегендіктен, керісінше зұлым рухқа айналу барысын тездетіп жібереді. Сосын Ичиго екеуі онымен шайқасып, жеңіске жетеді. Тағы бір күндері Ичиго кезекті зұлым рухпен шайқасып жатқанда, ол шинигамилерге қарама-қарсы Квинсилердің Урю Исида дегенімен беттеседі. Квинси, олар зұлым рухтарды көре алады. 200 жыл бұрын шинигамилер Квинсилердің көбісін құртқан. Содан бастап олар бір-біріне қас. Сосын Ичиго мен Исида зұлым рухтарды жою бойынша жарыспақ болады. Сол кезде Исида бір нәрсенің көмегімен көптеген зұлым рухтарды шақырады. Тіпті олар өте көп болып кетеді де, Менос Гранде деген зұлым рухтардың эволюциясының келесі кезеңінің өкілі пайда болады. Бұлай айтқанда бір мықты зұлым рух пайда болады. Алайда Ичиго өзі түсінбей, Гетсуга Теншоумен оны жеңеді. Ендігі қалған зұлым рухтарды жеңу үшін барлығы қосылады да, оларды кері қайтаруға күштері жетеді. Десе де содан кейін Ичигоның ішіндегі энергиясы шектен шығып кетеді де, Ури оған оның артық энергиясын аспанға жіберуге көмектесуге тура келеді. Сол кезде рух қоғамы әлгі энергиядан болып Ичигоның Менос Гранданы жойғанын біледі де, оны есепке жазып қояды. Зұлым рухтармен шайқас барысында Арихимия мен Чат өздерінің ішкі энергиясын оятады. Арихимия қыстырғышынан 6 түрлі рухты шығарады. Олар Аяме, Байгон, Хинагику, Лили, Сюнь, Цубаки. Ал Чаттың оң қолы болса качок болып кетеді. Оның қолы сауытқа ұқсайтын нәрсеге айналады да, өте мықты күшке ие болады. Осылардан соң Ичиго Урюмен дос болмақ болады. Алайда Урю мұны мүлдем қаламайды. Ал Рукия болса оның артынан рух қоғамнан біреу келетінін біліп, басқаларына залалы тимес үшін кетіп қалады. Сөйтсе оған әлде қашан келіп қойыпты. Және бұл оның ағасы Кучики кланының басшысы, 6-шы жасақтың капитаны Бякуя. Ал оның жанындағысы лейтенант Абарай Рейнджи. Ол Рукияның кішкентай кезінен келе жатқан досы. Ол бірден жасырынбақ болғанда, оны бірден тауып алады. Ал Ичиго болса Рукияның кететінін біліп, артынан барады. Оның күші тек Рейнджиге ғана жетеді.
Және Ичиго Ренжиден қылыштардың есімі болатынын және оны білетін болсаң, күшін көбейетіндігін айтады. Алайда сонда Ичигоны капитан Бякуя ұйықтатып тастайды. Кейінірек Ичиго өзінің күшінен айырылады да, сол сәттен бастап өзінің негізгі күшін оята бастайды. Ал Ичигоны Бякуя өлтіріп тастамас үшін Рукия рөлге кіріп, оны құтқарып қалады. Соның арқасында Бякуя оны өлтірмейтінін айтады. Кейін үшеуі болса рух қоғамына қайтады. Ал жаралы Ичигоны Урахара алып кетеді. Сосын оны емдей бастайды да, Рукияны өлім жазасы күтіп тұрғанын айтады. Ичиго болса оны құтқаруға дайын, алайда ол дайындалуы керек. Бастапқыда қайта қалпына келу үшін ол Уруру деген кішкентай қызбен жаттығады. Ол өз денесін басқаруды жақсартады, ал енді оны 72 сағатқа терең шұңқырға жібереді. Ол онда өз күшін қалпына келтіру керек, немесе зұлым рухқа айналады. Ичиго зұлым рухқа енді айнала бергенде, ол өзінің санасына түсіп, қылышының рухын кездестіреді. Сосын ол оған басында шинигами болып туылған күшін оятуға көмектеседі. Кейін Ичиго Урахарамен шайқас барысында қылышының есімі Тенсу Зангетсу екенін біледі. Оған қоса оны қалай қолдану керек екендігін түсінеді. Сосын Урахараның жақын досы Йоруичи деген қара мысық пайда болады. Және бұл мысық жай мысық емес. Ол Орихиме, Орио және Чатқа Ичиго Рукияны рухтар қоғамынан құтқару жоспары барысында қабілеттерін толығырақ түсіндіріп үйретеді. Дәл сол кезде Рукияның жазасын ауыстырады. Енді олардың 25 күні бар. Ал енді Рукияны құтқаруға баратын топ дайын болғанда, Тесай мен Урахара рухтар қоғамына апаратын порталды іске қосады. Ал жолда болса Йоруичи оларға портал ішінен өтуге көмектеседі. Онда Катоцу деген тазалағыш болады. Оның мақсаты екі әлемді жалғайтын порталда адамның ұзақ тұрмауын қадағалау. Және сосын сол Катоцудан болып, уақыттық жылжу орын алады да, олар рух қоғамына бір аптаға кеш жетеді. 1 тамызда шыққан болса, 8 тамызда Рукангай деген жерге келеді. Кейінірек олар шинигамилер тұратын жерге бармақ болғанда, қорғаныс механизмін қосып жібереді. Солай жан-жақтарында Риацуды ақырындап тартатын алып қабырғалар пайда болады. Риацу бұл энергия. Тура қақпаның алдында олар сол жерді 300 жыл күзетіп келе жатқан Джиданбо деген амбалды кездестіреді. Ал енді қақпадан өту үшін олар оны жеңуі қажет. Десе де Ичиго оны жеңуге қатты қиналмайды. Джиданбо қақпаны ашады. Алайда сонда 3-ші жасақ капитаны Ичимару Гин келеді де, өзінің ұзын занпақтосымен Джиданбоны жаралап, біздің топты кіргізбей қояды. Ал сосын Орихиме Джиданбоны емдегенін Рукангай тұрғындары байқағанда, оларға осында тұруға рұқсат береді. Сосын Йоруичи өзінің бұрынғы құрбысы Кукаку Шибаны кездестіреді. Ол оларға қабырғадан ауа арқылы өтуін ұсынады. Және онда біздің топ Генджи деген Кукакудың бауырын кездестіреді. Ол шинигамилерді оның ағасы Каянды өлтіргендіктен жек көретін. Кейінірек барлығы Генджидің ағасы Каян неліктен өлімнің соңына дейін рух қоғамына адал болғанын анықтамақ болады. Алдымен біздің топ Риацуды тұрақтандыру бойынша дайындықтан өтеді. Ал сосын Кукаку оларды өзінің қаруының көмегімен ауаға қалқан секілді ұшырады. Кейін қалғандары Риацуды тұрақтандыру көмегімен рух қоғамның тура ортасы Сейрейтейге түседі. Алайда төртеуі қала бойынша жан-жаққа ұшып түседі. Сол кезде әлгі бір қабырғадан өткен шақырылмаған қонақтар жайлы капитандар мен Гатэ-13 жиын өткізеді. Ал соларды Ичимару Ген ұстаудың орнына жібере салғаны капитандарға жақпайды. Әсіресе 5-ші жасақ капитаны Айзен Сасукені. Ол оны енді айыптай бастағанда басып кіру дабылы естіледі. Сосын Ямамото шал капитандарға оларды іздеуге бұйырады. Ал Айзен болса Ямамото шалдың көзінше Генді рух қоғамын сатты деп айыптайды. Ямамото болса сен баламен сосын сөйлесеміз дейді. Сол уақытта Ичиго мен Генджи екеуі бір жерге түскені көрсетіледі. Ал сонда 13-ші жасақтың офицерлері Икаку мен Юмичика барады. Шайқас соңында Ичиго Икакуды жеңіп, Рукияның қайда екенін біледі. Ал Икаку оған мықты капитанмен жолықпауына кеңес береді. Оны іздеп жүрген 11-ші жасақ капитаны Зараки Кенпачи. Сол уақытта Генджи Юмичиканы айламен жеңеді. Сосын Ичиго екеуі көптеген қатардағы шинигамилермен айқасады. Сосын олар Ханатороны тұтқынға алады. Алайда Ханаторо Рукияның камерасын тазалау кезінде одан тірілердің әлемі жайлы естіп, енді Рукияны аяйтындықтан көмектеспек болады. Сосын ол оларды канализация арқылы тура шинигамилерді ұстайтын түрмеге өкінушілік мұнарасына келеді. Алайда олардың алдынан бізге таныс Абарай Ренжи шығады. Оның күші өткендегінен 5 есеге артады. Себебі адамдар әлемінде оның күші керісінше 5 есеге кеміген еді. Бірақ шайқас нәтижесінде Ичиго оны жеңеді. Ренжи эмоцияда Рукиямен достығы жайлы айтып, оны құтқаруын сұрайды. Бірақ мұны естіп қойған Бякуя оны да халық жауы деп жауып тастайды. Ал Ичигоны қайта қалпына келтіру үшін Ханаторо оны алып кетеді. Чат болса сонда шинигамидің талпасынан өте шығады. Десе де алдынан 8-ші жасақ капитаны Киораку шығады да одан жеңіледі. Кейін Чатты да тұтқындайды. Ямамото тағы да капитандарды жинап, соғыс жағдайын енгізіп, бәріне сақадай сай болыңдар дейді де, Генді жазалау жайлы ештеңе демейді. Бякуя Абараки Ренжидің қызметін тоқтатуын, отставкаға кетуін алға салады. Алайда ешкім мұны қолдамайды. Бірде капитан Айзен Генді тағы да айыптайды.
ал келесі күні оның өлі денесі табылады. Капитан Айзеннің лейтенанты Хинамори оны өлтірген Гин екенін біліп тұрады да оған шабуылдамақ болады. Алайда Гиннің лейтенанты Изуру оны қорғайды. Сосын екі лейтенантты 10-шы жасақ капитанның қалауы бойынша уақытша түрмеге апарады. Алайда капитан Хидзугая бұны Гин істеді деп сезіктенеді. Кейін бізге айығып кеткен Ичиго мен Генджи және Ханатороны көрсетеді. Олар Кенпачимен беттеседі. Қалғандары Рукияға кеткенде Ичиго Кенпачимен шайқасты бастайды. Сосын бізге Кенпачидің Занпактудың күшін оның атын білмегендіктен қолданбағанын көрсетеді. Сонда да Кенпачи Ичигоны қылышымен бірге түйрейді. Кейін Ичиго өз санасында Зангетсу арқылы өзінің Занпактосын қалпына келтіреді. Солай күшін жинап, Кенекенге қарсы шығады да жаралайды. Ал Кенпачи болса ішкі энергиясын ұстап тұратын повязкасын шешеді де бар күшін шығарады. Солай екеуі бір-біріне өте жойқын соққы беріп, екеуі де ұйықтап қалады. Айта кететіні, Ичиго Кенпачидің Занпактосын сындырады. Сосын Ичигоны Йоруичи құтқарады. Сөйтсе Ичигоны пайда болған зұлым рухтың маскасы құтқарып қалған екен. Және бұл жерде ең маңыздысы, Йоруичи өзінің негізі шынайы адам кейпін ақыры көрсетеді. Кейін кадр Генджи мен Ханатороға ауысады. Сонда Генджи ағасы Каенді өлтірген Рукия екенін біледі. Ал Рукия болса бәрін түсіндіреді. Каен лейтенант болған кезде Рукия оның шәкірті ретінде болатын. Алайда Каен бірде зұлым рухқа айнала бастағанда, Каеннің өзінің қалауымен оны өлтіреді. Сосын сонда Бякоя Кучиге келеді де Генджиді ауыр жаралайды. Әйтсе де оны өлімнен 13-ші жасақ капитаны Укитаки құтқарады. Ал сосын тағы да жазылып кеткен Ичиго пайда болады да алдындағы ісі үшін Бякояға таяқ жегізбек болады. Бірақ та таяқты өзі жеп қалады. Сосын оны тағы да Йоруичи құтқарады. Сол кезде бізге Йоруичи бұрын 2-ші жасақтың капитаны болғаны, әрі жылдамдық құдайы болғаны мәлім болады. Сол сәттен бастап оны 100 жылдан бері рух қоғамында ешкім көрмеген. Кейін Йоруичи мен Ичиго екеуі кетіп қалады. Ал Ханатора мен Генджиді тұтқындайды. Дәл сол кезде бір жерге түскен Арихиме мен Урю Джиданбононың бауыры Джиробамен шайқасады да оны жеңеді. Ал енді олардың алдынан 12-ші жасақ капитаны Майори Куросуши шығады да өзінің қол астындағыларын құрбан ете тұра оларға шабуылдайды. Бұның бәрі оның зерттеуіне арналған материалдар үшін еді. Бірақ та Урю сол кезде Майоридің оның атасын оның ұстазымен бірге бірігіп, оны тәжірибе үшін өлтіргенін біліп, өте қатты ашуланады. Ол Квинсилердің абыройын қалпына келтіру үшін алдымен ұстазы берген бір қолғапты сындырады. Сосын өте құмды күш шығарады да Майориді езіп жіберіп оңай жеңеді. Сонымен бұл бірінші бөлімнің соңы. Екінші бөлім шығу үшін 100 лайк жинап тастайық. Видео ұнаса арнаға тіркел, комментарий қалдыр. Сау.